Достар, бұл жолы 10 жаман әдеттер жайлы айтатын боламыз. Ол жаман әдеттер сіздің өміріңізді жаймен жаман жаққа құртатын болады. Сол 10 әдеттерден арылатын боламыз, Құдай қаласа. 10 жаман әдеттер айтатын боламыз. Сол 10 әдеттерді біз байқамау мүмкінбіз, бірақ бұл заттар біздің өмірімізді жаман жаққа жаймендеп құртатын болады. Сондықтан бұл әдеттерді қоюға тырысатын боламыз. Бұл әдеттерді біз күнделікті жасай берген соң, біз бұл әдеттерді тастау бізге қиын болады. Бұл әдеттерден құтылу үшін ең бірінші бұны түсіну керекпіз. Бұл жаман әдет екенін түсіну керекпіз. Екінші шаг бұл оны уже жаймендеп өмірімізден алып тастау керекпіз. Бірақ бұл қиын болады, бірақ сонда да талпыну керек жаман әдеттерден құтылу үшін. Бірінші жаман әдет бұл таңда тұра салысымен кофе іше салу да. Таңда бірінші су ішіп, бірінші сәл жүріп, асқазан кішкене жұмыс істей бастағаннан кейін барып уже негізі кофені асықпай ішу керек қой. Бұл жерде таңда тұрған кезде су ішу керек су ішіп, уже асқазанымыз кішкене жұмысын жүргізіп, сосын артынан асықпай кофемізді, шайымызды ішсек болады. Екінші жаман әдет, өмірімізді жаймен құртатын әдет, ол төсегімізге кеш жатып ұйықтау. Кеш жату деген сияқты жаман әдеттен барынша арылуға тырысу керекпіз. Жақсы таң негізі, жақсы күніміз негізі жақсы таңнан басталады деп айтылады. Бірақ жақсы таң болу үшін бізде жақсы кеш болу керек. Жақсы кеш болу үшін біз ертерек ұйықтауға тырысу керекпіз. Біз кеш жатқан сайын уже жаман ұйқы болады уже жаман ұйқы болмайды, просто азанда ерте тұру қиын болады біздің продуктивностьке жаман әсер етеді. Және де кеш жатқанның кесірінен біз кеш тұру мүмкінбізді, содан кейін барып біз асығып, таңғы суымызды да ішуді ұмытып кетіп, немесе даже таң намазына тұра алмай қалатын кезеңдер болып қалуы мүмкін. Сол қатты кеш жату адамға бұл жаман әдет болып саналады. Үшінші жаман әдет ол өте аз белок жейтініміз. Белок жеу жалпы адамға жақсы пайдасын береді. Жалпы адамда негізі белок аз болып кетсе де, бұл адамға жаман әсер береді. Төртінші жаман әдет бұл жатарда телевизор көріп жату, немесе телефонымызды қарап жату. Бұл жаман әдеттерден саналады. Бұл әдет біздің өмірімізге жаймен зиян болуы мүмкін. Жатарда телефон қарап жату біздің жатарда телефон қарап жатқаннан көрі одан бір пайдалы затты айналысуға болады. Мысалы кітап оқу, демалу деген сияқты, немесе өзінің жақыныңмен уақыт өткізу деген сияқты істермен айналысуға болар еді. Бесінші жаман әдет бұл сіздің кітап оқымауыңыз. Біз кітап оқып тұру керекпіз. Егер сіз кітап оқымайтын болсаңыз, сіз көптеген мүмкіндіктерден айырыласыз. Кітап деген негізі керемет құрал. Яғни ол кітап оқу арқылы біз басқа адамдардың тағдырын оқып қоя салып, сол адамның өмірін уже түсіне аламыз, сол адамның ақыл кеңесін ала аламыз. Және де өмірімізді босқа құртпасақ болады. Бір кітап бір адамның айтқан ақыл кеңесі деп түсінсек болады. Алтыншы жаман әдет ол күні бойы отыру. Сол жаман әдеттердің бірі бір жерде отыра беру біздің денсаулығымызға жаман әсер етеді. Бір жерде отыра беру адамның жаман ауруларға әкелетін рисктері арта береді екен. Сондықтан адамдар кемінде 8 километр жүру керек дейді. Жетінші жаман әдет бұл арақ ішу. Жалпы мен тыңдап отқан кісілер бұл негізі ойлаймын арақ ішпейді деп. Бірақ бұл арақ ішу, алкогольді сусындар ішу адамның өмірін жаймен емес, бұл өмірін жаман құртатын нәрсе негізі. Бірақ осыдан егер ішетін болсаңыз, немесе анда-санда ішетін болсаңыз, бұл нәрседен арылу керексіз. Сегізінші жаман әдет ол өзіңіздің нәпсіңіздің қалауымен жүре беру да. Дофамин қалайтын нәрсеңіз бәрін жасай беру, бұл адамды деградировать етеді. Сондықтан бұл жаман әдеттерден қою керек. Яғни интернеттен пайдасы нәрсе көріп отыра беру, немесе ұялсыз видеоларды қарау деген сияқты жаман әдеттерден құтылу керек. Немесе дұрыс емес тамақтар ішу деген сияқты жаман әдеттерден арылу керекпіз. Тоғызыншы жаман әдет бұл сіз ауыр көтермесіз, немесе спортпен айналыспайсыз. Жалпы бұл адам деген бір жерде отырып қимылдамайтын нәрсе емес. Бұл жалпы адам қимылдап тұру керек. Адам қимылдап, спортпен айналысып, денесі қимылдатып, немесе ауыр жүктерді көтеріп,
бұл адамға жақсы пайдасын береді. Жетінші жаман әдет бұл аузымызды тыңбай жей беруді, арасына бір жеп қою, үйтіп қою деген сияқты, арасын сол жей бермеу керек та, бір тоқтау керек. Біздің асқазанымыз демалу керек та, перерыв керек біздің организмге, асқазанымызға. Сол асқазанымыз тұрақты түрде жұмыс жасай беру, ол негізі жаман әсер етеді. Жаман әдет бұл. Асқазанымыз бір 3-4 сағат хотя бы тоқтай тұру керек та. Бүгін біз сіздерге 10 жаман әдеттерді айттым, ол өміріңізді жаймен сізді құртады. Сондықтан осы әдеттерді сіз де мен де тастайтын боламыз. Бұл негізі айтылған ақпараттардың бәрі өзіме айтылған, бірақ егер де сізді өзіңізге керекті деп тапсаңыз, өзіңізге де қолдансаңыз болады. Бұл айтылған ақпарат негізі Ашли Ричмонд деген қыздың, әйелдің айтқан ақыл кеңесі, соны сізбен бөліскім келді. Жарайды, жақсы, сау болыңыздар. Егер де сіздерге пайдалы болсам, лайк басып тіркелуді ұмытпаймыз. Жарайды, жақсы, сау болыңыздар.